Күн еңкейіп бара жатқан. Таудың етегіндегі шағын ауылдың үстін бозғылт тұман басып, самал жел қорақасынан ескенде қоңырсыған сүт пен шөптің иісі аңқып тұратын. Мен сол ауылда 1979 жылы дүниеге келдім. Отбасымызда төртеу едік: әкем, анам, інім және мен. Әкем жетім өскен, өмірдің таяғын ерте жеген, мінезі тұйық қара торы адам еді. Кеңес үкіметі кезінде совхоздың малын бақты, кейін жер алып, жеке ауыл тұрғызып, мал бағып, өз еңбегімен күн көрді. Тек ол еңбектің арасында бізге қарайтын мейірім, жылы сөз тапшы болды. Анам көп сөйлемейтін, көнбіс, үндемей жүріп бәріне көніп, үйдің тірлігін тиянақты істейтін жан. Бірақ мен үшін ана деген жылы құшағын сезіну ертегі сияқты арман еді. Мен ес білгенде-ақ нағаш апамның қолында өстім. Апам мейірімнің бейнесіндей жан еді. Қызым деп басымнан сипап, ыстық нанын бөліп беретін. Ал ата-анама тек демалыс күндері ғана барып тұратынмын. Бірақ ол демалыстар мен үшін қуаныш емес, ауыр сәтке айналатын. Әкем інімді көтеріп алып, менің ізбасарым деп еркелетіп жататын. Ал мен бұрышта үнсіз отыратынмын. Сол сәтте іштей: шіркін-ай, әкем мені осылай жақсы көрсе ғой деп ойлайтынмын. Бірақ бұл ойды ешкім естімейтін, ешкім сезбейтін. Малдың соңында жүрген ата-анамның уақыты да, көңілі де бізге жетпейтін. Әкем малшылар жалдап, өз шаруасын жүргізіп жүретін. Ал мен үшін ең жылы үй нағаш апамның шағын, иісі сіңген бөлмесі еді. Күндердің күнінде апамның денсаулығы сыр берді. Ол төсектен тұра алмай қалғанда менің ішімде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Сол кезден бастап тағдырымның жүгі ауырлай түсті. Ата-анам мені өздерінің туысының үйіне апарып тастады. Оқуың сол ауылда болады деді. Ол кісілер мектепте істейтін, елге сыйлы отбасы. Бірақ мен үшін бәрі жат. Үйдің әр бұрышынан бөтен иіс сезілетін, ал көңілімде қорқыныш пен сағыныш қатар өмір сүрді. Мектепке барып жүріп көп сөйлемейтін, үндемейтін жуас қыз атандым. Орта бойлы, ақ құба, қара қою, шашым белімнен түсетін. Қыздармен араласқанды ұнатпаймын, көп жағдайда жалғыз жүретімін. Іштей мұңымды жазуға, қағазға төгуге үйрендім. Қалам мен қағаз менің жалғыз сырласым еді. Кейде кешкісін үйге келген соң, әке-шешемнің мейірімін аңсап көзіме жас алып ұйықтайтынмын. Бала жүрегім әлі де сенгісі келетін, бір күні олар мені іздеп келеді, құшақтайды. Бірақ ондай күн ешқашан болған жоқ. Сол күндері көрші үйдің балалары сабақтан келгенде, аналары алдына ас қойып еркелетіп отыратын. Терезеден қарап отырып, менің де ішімнен: шіркін-ай, менің де ата-анам осындай болса ғой деп күбірлейтінмін. Сол сағыныштың арасында мен көрші ауылдың бір жігітімен таныстым. Сол сәттен бастап өмірім басқа арнаға бұрылды. Көрші ауылдың жігітімен алғаш танысқан күнім әлі есімде. Көктемнің жылы лебі есіп тұрған. Ауыл ішін жаңбыр жауып өткеннен кейін топырақтың иісі ерекше аңқып тұрды. Сол кезде мектептен қайтып келе жатып, көрші үйдің ауласынан мал айдап жүрген бір жігітке көзім түсті. Бойы биік, жүзі ашық, сөйлегені жылы. Күліп тұрып: сен біздің жаққа жаңадан келдің бе? деді. Мен үндемедім. Тек басымды изедім де өте шықтым. Бірақ сол күлкі, сол жылы дауыс жүрегімде қалып қойды. Кейін күн сайын мектепке бара жатқанда әлгі жігітті байқап қаламын. Бір күні ол жолымды тосып тұр екен. Кешікпей барасың ба? деді. Мен тағы үндемеймін. Ұялшақпын, бөтен еркекпен сөйлесіп үйренбегенмін. Үндемейтін қыз екенсің, бірақ көзің бәрін айтып тұр, деді ол күлімсіреп. Сол сөзден кейін алғаш рет біреудің назарында болғанымды сезіндім. Сол сезім мейірімге зәру, жүрекке жылы сәуле тастады. Кешке дейін сол сәтті ойлап жүрдім. Біреу мені көрді, біреу менімен сөйлесті деген кішкентай қуаныш өзіме үлкен әлемдей көрінді. Күндер өтті. Арамыздағы әңгіме көбейді. Ол мені әрдайым сабақты тастама, өмір алда деп жігерлендіретін. Бірақ менің ішкі әлемім тым бос еді. Балалықтан қалған жаралар мені әлсіз етті. Сол әлсіздікті ол сезді. Сол сенімділік мені бір күні адастырды. Бір күні бәрі өзгеше басталды. Үйдегілер басқа үйге кеткен, үйде жалғызбын. Ол өрістен мал айдап бара жатырмын деп кіріп шықты. Әңгіме ұзаққа созылды.
Әуелде тек жай ғана сөйлестік, өмір жайлы, үміт жайлы. Бірақ сөздің соңы көзқарас сезімге ұласты. Бір сәтте бәрі тұманданып, жүрегім мен ақылымның арасындағы шекара жоғалды, қыздығыммен қоштастым. Сол күн менің тағдырымның бағытын мәңгіге өзгертті. Одан кейін не қуаныш, не тыныштық болмады. Мен өзімді кінәлі сезіндім. Апам білсе, не дер еді? Анам білсе ше? Деп іштей жанып жүрдім. Бірақ ол мені жұбататын. Бәрі жақсы болады. Мен сені ешқашан тастамаймын. Мен сендім. Өйткені бала кезден бері біреудің қалдырмаймын деген сөзіне зәру едім. Кейін жаздың соңына қарай ол басқа жаққа кетті. Уәдесі желмен кеткен сөздей. Мен болса күн сайын соққан желге қарап, оның оралуын күттім. Кешке ай жарығында далаға шығып, егер мені ұмытпасаң, бір белгі берші деп күбірлейтінмін. Бірақ жауап болмады. Сол жалғыздық, сол үнсіздік менің тағдырымның екінші атына айналды. Жылдар өтті. Көз жасы кебіп, жүректегі дерт басылғандай көрінді. Бірақ өмір кейде бізге тыныштықты емес, тағы бір сынақта келеді екен. 18-ге толған жылы мені ауылдағы бір кісі баласына алдап сулап қосты. Жақсы отбасы, еңбекқор жігіт деді. Анам үнсіз келісті. Мен қарсы болдым деп айта алмаймын, өйткені даусымның да, таңдауымның да құны жоқ еді. Той жасалды. Жұрт күліп тілек айтты. Ал мен ішімнен ғана. Бұдан кейін бәрі басқаша болар, мүмкін, енді мен де бақытты болармын деп үміттендім. Күйеуім сырт көзге сыпайы, сабырлы жігіт еді. Бірақ уақыт өте келе, бетперденің астынан нағыз келбеті көріне бастады. Ол мені жиі кінәлайтын. Сен менің айтқанымды неге кетесің? Дейтін. Ал кейде түн ішінде арақ ішіп келіп себепсіз ұрыс шығаратын. Бастапқыда ер адам ғой, жұмыстан шаршаған шығар деп ақтадым. Сол сәтте жүрегімде бір нәрсе сынып түскен. Таң атқанда бетімдегі көгерген ізді орамалмен жауып, көрші келіншекке бардым. Құлап қалдым дедім күліп. Шындықты айтуға батылым жетпеді. Қорқыныш пен ұят менің мойныма байланған бұғау еді. Күндер өте берді. Бір жылдан соң қызымыз дүниеге келді. Оның кішкентай саусақтарын алғаш ұстағанда мен алғаш рет шын күлімсірегендей болдым. Бәлкім балам үшін бәрін кешіруге болар деп ойладым. Бірақ тағдыр тағы да мені сынады. Күйеуімнің қарындасының күйеуі, яғни менің күйеу балам, бізбен жиі қонақтап келетін. Әуелде сыпайы, әзілғой көрінген ол, уақыт өте көзқарасын өзгертті. Бір күні ас үйде ыдыс жуып тұрғанда, артыма келіп иығыма қолын қойды. Сенің күйеуің бағаламай жүр деді сыбырлап. Мен орнымнан жалт бұрылып үрейленіп кеттім. Не айтып тұрсың? Тек шындық. Сені көрген сайын жүрегім отқа оранады. Сол сәтте не айтарымды білмедім. Жүрегім дүрсілдеп, қолым дірілдеп кетті. Күндер тыныш сияқты еді. Көрші көлем, бақытты отбасы деп қарайтын. Ал менің ішімде өрт, көзімде жас, жүрегімде үнсіз айқай бар еді. Күйеуім мал соңында, көбіне далада жүретін. Ал үйде мен, кішкентай қызым және анда-санда келіп кететін күйеу балам. Алғашқыда ол келсе, балам мәз болатын. Жезде келді деп қуанып, мойнына асылып ойнайтын. Ал менің ішімде бір үрей ғана өсе берді. Қанша рет күйеуім келгенше үйге жолама дегім келді. Бірақ қорқыныш аузымды буып тастайтын. Бір түні күйеуім келмеді. Телефон өшулі. Қой іздеп далада қалған дейді көршілер. Сол түні жаңбыр жауып тұрды. Үйдің іші дымқыл, салқын. Балам ұйықтап қалған. Мен шамның жарығында тігіс тігіп отырғамын. Сол сәтте сыртқы есік сыбдыр етті. Жүрегім дір етті. Кім бұл? Мен ғой деді таныс дауыс. Күйеу балам екен. Сені іздеп келдім деді күлімсіреп. Ой жоқ, кет, жолама маған дедім суық үнмен. Мен тек жылнайшы, су болып қалдым деді ол батылсыз түр танытып. Көп бөгелместен ішке кірді. Мен не істерімді білмедім. Далада боран, жаңбыр, ал менің жанымда өзім сенбеген азғындықтың көлеңкесі. Бір сәт үнсіздік орнады. Тек жаңбыр дыбысы ғана. Ол орнынан тұрып маған жақындады. Сен қорқасың.
Бірақ мен жамандық ойламаймын деді. Көзімнен жас ыршып шықты. Кет дедім сыбырлап. Кетем, бірақ сен мені жек көрме. Мен де адаммын деді ол, қолымды ұстауға ұмтылып. Сол сәтте кішкентай қызым бөлмеден шығып қалды. Мама, су ішем деді ұйқылы ояу күйде. Сол сәт бәрін өзгертті. Қызымның бейкүнә даусы, оның масаттанған түрін көріп, менің бойымда ашу, қорқыныш, жиіркеніш биледі. Шық, қазір шық, деп айқай салдым. Ол сасып қалды. Не болды саған? Сен өзің ғой деп келе жатыр, мен болсам көрсетем бәріне. Даусымды көтердім. Ол сескеніп асығыс шығып кетті. Сол түні мен ұйықтаған жоқпын. Қызымды құшағыма алып түн бойы жыладым. Жаутаңдаған көздермен маған қарап жатқан сәби менің бар үмітім еді. Таң атқанда өзімді айнадан көрдім. Қара шашым ұйпа-тұйпа, көзім ісіп кеткен. Қашанға дейін үндемекпін? Ұят па, әлде әділет пе? Деп өзіммен өзім арпалыстым. Бірақ ол келесі күні тағы келді. Сен үндемесең болды. Көнбесең бәрін елге жаямын, мені өзің азғырдың деп деді салқын үнмен. Сол сәтте менің ішімде бір нәрсе өлді. Қорқыныштың орнына енді ашу ұялады. Күндер бір-біріне ұқсап үнсіз өтіп жатты. Үйде күлкі жоқ. Қызымның ғана сыңғырлаған даусы менің өмірімдегі жалғыз жарық секілді еді. Сол күннен кейін күйеу балам біразға дейін көрінбеді. Бірақ менің көңілім тыныш емес еді. Ішкі бір түйсік, тағы бір сұмдықтың боларын сездіріп жүрді. Күндердің бірінде мен жұмыстан ертерек келдім. Үй іші тыныш. Есікті ашып едім, баламның әлсіз ғана даусы естілді. Мама. Жүрегім шым ете түсті. Бөлмеге кірсем, кішкентай қызым бұрышта бүрісіп отыр. Қасында ол. Көзімен мені көріп сасып қалды. Мен жай ойнап отыр едім деді, даусы дірілдеп. Сол сәтте қаным басыма шапты. Шық, қазір шық, деп айқай салдым. Қолымда тұрған ұнтақ құтысын көзіне лақтырып жібердім. Қызымды құшағыма қысып талып қала жаздадым. Жоқ, бұл жолы үндемеймін. Енді ешкімге жалтақтамаймын. Сол түні ауылда жаңбыр жауды. Күн күркіреп найзағай ойнап тұрды. Мен болсам сол түнде ішімде жиналған жылдар бойғы қорқынышты сөзге айналдырдым. Ертеңде ауылдағы үлкендерге, енеме, күйеуімнің ағаларына барып, бәрін жайып салдым. Бәрі аң-таң болды. Бірі сенбеді, бірі ұят болады деді. Енем, қызым, бұл сөз ауылды шулатады. Балаларыңның болашағын ойла деп жылады. Менің көзімнен жас шықпады. Көзім құрғап қалған. Ұяттан өлердей боп өмір сүру өлімнен де ауыр дедім. Сол кезде ғана күйеуім сенерін, не сенбесін білмей үнсіз қалды. Күйеу балам болса, ол бәрін ойдан шығарып отыр деп бетіме қарап міз бақпады. Сол сәтте мен ішімнен Құдай бар шығар деп сыбырладым. Өйткені шындық айтылған сәтте мен қорғансыз болсам да, ар жағыма Алланың көзі түсетінін сездім. Бәрін айттым. Өз даусымды өзім танымай қалдым, соншалық ашу, қорқыныш, намыс араласқан дауыспен шыққан. Енді жеңілдеп қалармын деп ойладым. Бірақ өмір керісінше ауырлай түсті. Ауыл іші үлкен қазан. Не айтсаң да буы бүкіл жаққа тарайды. Кешке дейін адамдардың сыбырласқан дауысы естілетін болды. Түу, әлгі байдың келіні не дейді? Күйеу баласын жала жауып масқара қылыпты. Өтірік шығар, ондай адам ондай нәрсеге барамы? Деген сөздер жанымды қинады. Бірақ мен үндемедім. Күні бойы үйде отырдым, қызымның шашын тарадым, сабақ оқыттым. Жылы сөз айттым. Сөйтіп жүріп өзімді қайта тірілткендей болдым. Бір күні ауыл әкімі шақырды. Сенің мәселеңді бәрі айтып жүр. Бірақ дәлел жоқ дейді. Жас балаға күйе жапқаның дұрыс болмаған сияқты деді, көзіме тіке қарап. Сол сәтте мен күлдім. Көзімнен жас емес, ыза ақты. Егер дәлел керек болса, менің түндеріме келіңіз дедім. Сол түндерде мен қалай қорыққанымды көрер едіңіз. Күйеуім үндемей кетті. Көзіне жас келді, бірақ мен сенем деген бір ауыз сөз айтпады. Сол үнсіздік мен үшін ең ауыр үкім болды. Енем болса күн сайын дұға жасап,
Адамдар ұмытсын, бәрі өтіп кетеді деп жұбататын. Бірақ мен ұмытқан жоқпын. Өйткені кейбір жаралар жазылмайды, тек тереңге батып, жүректің түбіне тығылады. Кей түндері қызыма қарап, мен үндемегенде сенің жағдайың не болар еді деп айтып шошып оянатымын. Қызымның бейкүнә жүзін көргенде, ішімнен, сен үшін тірімін, сен үшін ғана деп сыбырлайтынмын. Бір күні көшеден әлгі күйеу баламды көріп қалдым. Бетіме қарап еш ұялмады. Керісінше жеңген адамдай мырс етті. Сол кезде менің бойымда қорқыныш емес, мейірім кетті. Өйткені мен енді ешкімнен қорықпайтын әйелге айналдым. Жылдар өтті. Уақыт бәрін өзгертеді дейді ғой, бірақ менің ішімдегі жара өзгермеді, тек орнына үйреніп кеттім. Қызым өсіп мектепке барды. Әр таң сайын оның қолынан ұстап шығарып салу менің жаңа өмірімнің мәніне айналды. Ауыл іші баяғыдай. Бірақ менің көзқарасым өзгерген. Бұрынғыдай адамдардың сөзіне езіліп жылап кетпеймін. Енді мен бір кездері қорғансыз болған, бірақ енді ешкімге бас имейтін әйелмін. Кейде түнде терезе алдында отырамын. Сыртта самал есіп тұрады. Жарық ай аспанда қалқып, менің үнсіз сұрағымды естігендей болады. Неге менің тағдырым осылай болды? Жауап жоқ. Бірақ енді жауап күтпеймін де. Өйткені кей сұрақтарға жауапты уақыт емес, жүрек береді. Бірде қызыма қарап отырып, өзіме ұқсастығын байқадым. Көздері де сондай мұңлы, бірақ ішінде от бар. Сол кезде өзіме уәде бердім. Сен ешқашан мен сияқты қорғансыз болмайсың. Мен саған қанат боламын. Сен еркін, бақытты өмір сүресің. Сол түннен бастап мен бәрін қайтадан бастадым. Кішкентай ауылдың шетінде сүт сатып нан пісіріп, өз еңбегіммен өмір сүрдім. Біреу мүсіркеді, біреу сырт айналды, бірақ мен тоқтаған жоқпын. Әр күні өткен күннен сәл биіктеу тұруға тырыстым. Кейде ауылдың қыздары маған келіп сырын айтады. Мен оларға үнемі бірақ сөз айтам. Үнсіз қалмаңдар. Өмір тек шыдау үшін емес, өзіңді қорғау үшін берілген. Сол сәттерде мен апамды есіме аламын. Егер ол тірі болғанда, бәлкім мені құшақтап, бәрі өтеді, қызым, дер ме еді, мұндай әділетсіздікке қалмас едім. Бірақ мен енді мұны өзіме өзім айтам. Қызым ұйықтағанда оның маңдайынан сүйіп, сен үшін өмір сүрдім, сен үшін күрестім деймін іштей. Және дәл сол сәтте сезем. Түн артында әрдайым бір жарық бар. Ол таң. Менің таңым енді мейіріммен атып келеді.